Ford Raptor деген дәл осы автокөлік ағайын, қараңыздар, 2025-тің новый вид түрі мынау. Білесіздер, қазір 3/5 объеммен шықты. 3/5 объеммен шыққаннан кейін ағайын, мына көлік былай айтқанда қазір бағасы көтеріліп кетті. Не үшін? Қазір жылы жаңарған сайын бәрін экономичный шығарып жатыр машиналардың. Енді мынау басталып тұрған бағасы 20 миллион теңгеден екен. 20 миллион деген енді былай айтқанда бұл машинаға аз. Мына қараңыздаршы, мына гипспен жасап тастаған жерде бүйтіп. Гипс болғанда мынау енді машина жеңілдету үшін арнайы осындай нелермен жасалады. Бұл 3/5 объемға мынау енді кузов ауырлау деп ойлаймын мен ше. Ауырлауы сол үшін осындай жеңіл қылып жасатқан. Мына капотының өзі де даже темір емес, көрдіңіздер ма? Полный былай айтқанда мындай гипс сияқты бәле ғой мынау полностью. Так. Дәл осы вариант ағайын. Қолдан жіберіп алмаңыздар. 360 камерасымен әдемі вариантта машина аламын дейтін болсаңыздар, Raptor аламын дейтін болсаңыздар, именно осыған қызыққан жандар болатын болса, ала берсеңіздер болады міне. Ford Raptor деген әдемі автокөлігіміз осындай.